бізде режиссер Нұрлан Асқарұлының операторлық шеберлік лекция сабағы бойынша бүгінгі өткен тақырыптарды, мәселелерді мен Сымбат Нұрлыбекқызы бүгін айтатын боламын. Бүгін журналистика факультетінде операторлық шеберлікке қатысты алғашқы дәріс сабақ өтті. Дәрісті тәжірибелі маман, кәсіби оператор Нұрлан Асқарұлы өткізді. Сабаққа алғаш рет қатысқан студенттердің көздерінде қызығушылық пен жаңа дүниені үйренуге деген талпыныс байқалды. Бүгін Нұрлан Асқарұлының алғашқы дәріс сабақ өтті. Дәріс барысында алдыңғы уақытта қандай тақырыптарда, қандай фильмдерді түсіретінімізді талқыладық және киноның тікелей телевидениемен байланысатынын да білдік. Осы тақырыптар аясында көптеген жаңашыл мағлұматтарды ала алдық. Алғашқы дәрісте оператор мамандығының мәні, камерамен жұмыс жасаудың негізгі қағидалары түсіндірілді. Оқытушы кино мен тележурналистикадағы кадрдың мәніне тоқталып, әрбір көрініс бұл тілсіз әңгіме деген ойды алға тартты. Журналистика факультетіндегі киномедиа мамандығының 3-ші курстарына біз бүгін алғашқы сабағымызды өткіздік. Операторлық шеберлік бойынша. Енді алдағы уақыттағы қандай жұмыстарды түсіреміз, дерек фильмдер түсіреміз, репортаждар түсіреміз, журналистика мен киноның байланысы қандай. Біз осы бағыттарда қандай жұмыс істейміз, соны айқындадық. Жалпы студенттердің талабы өте жақсы. Мен алдағы уақытта тәжірибемен, теорияны, практикамен теорияны ұштастырамыз деп ойлаймын. Жақсы жетістіктерге жетеміз деген ойдамын. Студенттерге сәттілік. Студенттер сабақ соңында өз әсерлерімен бөлісіп, бұл тек бастамасы, алдағы уақытта тәжірибемізді арттырамыз деген пікірлерімен бөлісті. Сымбат Нұрлыбекқызы, Үсен Нұрғабыл, Алматы.